Қоқыс жәшігіне жанай лақтырылған қағаз болмасы, ормандағы сейілдеуден кейін қалған консерві қалбыры, немесе пластик бөтелке, жүріп бара жатып тастай салған сағыз. Сіз бұдан кейін осы қоқысқа не болатынын ойланып көрдіңіз бе? Қағаз жаңбыр астында қалуы мүмкін, кейін кебет, тағы суланады, осылайша қайталана береді де, ең соңында ыдырайды. Дегенмен толық ыдырау үшін 5 жыл қажет. Консерві қалбырын әуелі тат басады, темір жұқарып, сынғыш күйге өтеді. Ақырында толық ыдырап тынады, бірақ 2 ғасырдан кейін. Ал лақтырылған пластик бөтелке 500 жылдан кейін ыдырайды. Сондай-ақ пластик бұл уақыт ішінде ауаға, топыраққа және суға зиянды заттар бөліп шығарып отырады. Сағыз қауіпсіз елеусіз нәрсе көрінуі мүмкін. Ол ыстық күн астында 1 айдай, қоңыр салқын жерде 100 жылдан артық уақыт сақталуы мүмкін. Қоқыс арасындағы ең көп